бейнем қалай көрініп тұр, даусым қалай естіліп тұр. Біз сағат 7-ден бастап әрекет жасадық, эфирге шығуға. Техникалық кедергілер болып қалды. Кешірім өтінеміз сіздерден. Хабарлама барды ма? Мен шыққандығым туралы. Жақсы, онда жүргізе берейік үзбей, ортасында. Топқа бөлісіп қойсаң, Гүлназ. Комментарийға жазып жіберсеңіздер, бейнем қалай көрініп тұр, даусым жақсы естіліп тұр ма? Кері байланысқа шықсаңыздар, қуанышты болар едім. Рахмет, бәрі керемет дейді. Қадірлі оқырман, сіздер жақсы білесіздер, біз желтоқсан айының 20-сынан бастап жарыса кітап оқиық онлайн байқауын ұйымдастырдық. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы эпопеясының 1-ші томын оқып шықтық. Бүгін осы байқаудың нәтижесін сіздерге хабарлаймыз қазір. Және де біздің демеушіміз жобаның ақтаулық кәсіпкер Бақыт Жұмабек ағамыздың атынан ынталандыру сыйлықтарын және де Фолиант баспасынан кітаптарды сыйлыққа таратамыз. Қайырлы кеш, Қасиет. Сонымен бізге біз хабарландыруды жариялағаннан кейін негізі жүздеген адамдардан хат келген жекемізге. Гүлназға, маған, телеграмнан, инстаграмнан десе де сұрақтар жарияланғаннан кейін 40-қа жуық қатысушыдан жауаптар келді. Біз сол кісілерден жауаптарын қабылдап, дұрыс жауап берген және жылдам жауап берген жеңімпаздарды таңдадық. Қазылар алқасы ақылдасып отырып, барлығы дұрыс болса, мен уақытты созбайын, мұнда бастайық. Сонымен бізде ең бірінші 20 сұраққа толық жауап берген телеграм арнада бізде әдебиет әлемінде Салтанат Әбдіғалимен арнасынан қатысқан оқырманымыз Жансая Бекболатқызы. Жансая Бекболатқызы Өскемен қаласынан. Осы біздің жариялаған сұрақтардың барлығына дұрыс жауап берген екен. Бірде-бір қатесі жоқ. Сонымен Жансая Бекболатқызына Гүлназ аудара ғой 20 мың теңге. Біз күндіз барлығынан сұрап, анықтап қойдық кәсіби нөмірлерін. Екінші, бізде 20 сұрақтың 19 сұрағына жауап берген тағы да біздің телеграм арнада Дастан Мержанов есімді қатысушы. Дастан, мен жақсылықтың тізбегін ары қарай жалғастырғым келеді деп, өзі қайырымдылық қорына аудартты. Науқас 2 жас балаға біз аударып қойдық. Және оның скринін жасап, Дастан сізге жіберді. Ниетіңіз қабыл болсын, Алла разы болсын сізге. Сонымен, үшінші оқырман бізде айтқандай, қымбатты көрермен, бұл кісілердің уақытына дейін бізде жазылып тұр. Мен сағат 9-да сұрақтар жарияласам, бұл кісілер сағат сол 10:30-дарда жауап берген кісілер. Сағат 10-нан 37 минут кеткенде бізде инстаграмнан Аяулым Асқар жауап берді. 19 сұраққа дұрыс жауап берген екен. Ол кісіге де 20 мың теңге біз қазір аударамыз. Сыйлықтарыңыз құтты болсын. Келесі бізде екінші кезең бар, ол сағат 12-ге қарай түскен жауаптар. Екінші орында бізде Баймахамбет Ахметов ағамыз. Бұл кісілер енді 20 сұрақтың 19-18-не дұрыс жауап берген кісілер. 10 мың теңгеден аударасың, Сонымен бірге осы Фейсбукта отыр ол кісі Ақтілек Сейітжаппар дейді. Ақтілек Сейітжаппар деген қыз сағат 11-ден 37 минут кеткен кезде келген екен сіздің жауабыңыз. Сіз де жылдам жауап беруге тырысыпсыз. Содан кейін инстаграмнан оқырманымыз Аяулым Нұрмұрат тегі.
екінші орынға ие болған бізде. Қаракөз Нәбиева 12:20-да түскен екен жауаптары. Түске таяу бізде Руслан Көпбосынов Телеграм арнадан. Ол кісінің 17 жауабы дұрыс болды. 3 жауапты біз есептемедік. Түске дейін міне қаржылай сыйлыққа ие болған оқырмандар осы кісілер екен. Біз сұрақтарды қойғанда 20 сұрақ болғанымен әрбір сұраққа қысқа ғана бір ауыз сөзбен жауап беретіндей етіп, жеңіл етіп қойдық негізі. Бұл кісілер сол үлгеріп, уақытында жауап берген екен. Енді бізде тағы бір ынталандыру сыйлығы бар, және ол кісіге сыйлықтың төресі дейді ғой. Абай жолы кітабының 4 томдығын біз қазір камера бергі алға қарап тұрғаннан кейін, мына жазулар теріс болып көрінуі мүмкін. Мен тағы да суретін жеке салатын болам. Абай жолының 4 томдығын бізде кітап құмарлар тобының мүшесі Қасиет Сейітжан ұтып алды. Сонымен бірге оған да ынталандыру қаржылай сыйлық аударамыз. Абай жолының қазір 4 томын түгел көрсетіп шығайын. Қасиет сыйлығын құтты болсын. Бұл кітаптарды Қасиетке ұсынуымыздың да өзінің себебі бар. Оны қазір мен сіздерге түсіндіріп өтемін. Міне 2-ші томы, 3-ші томы және 4-ші томы. Сондай жарқын түспен сапалы фолиант баспасы ұсынған 4 томдықты біз Қасиетке сыйладық. Және оның қасында тағы да бір қаржылай сыйлығымыз бар. Кітапқа ала тұрсаңыздар, мен ноутбугім құлап кетпесін деп тұрғаным ғой. Қасиет біздің байқауға неліктен біз осы Абай жолын Қасиетке сыйлап отырмыз? Осы 3 күн қалған кезде қатысты. Ол айтты, қазіргі уақытта мен жылдам оқу техникасымен жұмыс жасап жатырмын, басқа да кітаптарды оқып жатырмын, бірақ өзімді тексергім келіп, 3 күннің ішінде осы Салтанат Әбдіғалидің ұйымдастырған жарыса кітап оқиық онлайн байқауына 3 күнде оқып шыққан деді. 3 күнде оқып шыққаннан болар, сәл кешірек жауап берді түстен кейін Қасиет, бірақ оның да 14-15 жауабы дұрыс болды. Енді бізде әрі қарай кітап ұтып алған оқырмандардың тізімі бар. Мен тезірек оқып шығайын, сіздерге. Қазір. Бізде осы жолы мен алдыңғы байқауларда, мынау не істеймін қалды? Қазір. Жаз айларында бірге кітап оқиық онлайн байқауын ұйымдастырғанда, ойлап едім, бізде Инстаграмда оқырмандар қатыспады ғой, аз қатысты деп. Осы жолы Инстаграмда белсенді болды. Түнге дейін бізге жауаптар келіп жатты. Толық болмаса да, біз ешкімді ренжіткіміз келген жоқ. Жауап келген 40 оқырманды да сыйлықсыз қалдырмадық. Мен оқып шығайын. Инстаграмнан Меруерт Жолдыбай, Іңкәр Бегалиева, Гүлдер Алматы дейді. Ол кісінің атын анықтай алмадым. Мен бірақ жекесіне жазып қойдым. Инстаграмда көбісі сол бизнес парақшалар өздері сондай атпен тұрады ғой. Нұрсұлтан Мұхтар дейді. Замира Алпыспаева, тағы да балалар дүкені деп келді. Ол құланнан, мен өзім жақсы білем. Үнемі пікір жазып, пікір қалдырып отыратын біздің белсенді оқырманымыз Инстаграмнан. Мен өзім құланнан деп топшыладым, біздің Жамбыл облысынан деп. Ол кісі 11 сұраққа дұрыс жауап берген. Оның өзі еңбек. Отагөз Жақсылықова, Нұржігіт Қайратұлы, Диана Асанбаева, Айлин Бекболатқызы, Сымбат тегі жазылмаған, енді Сымбат деген парақша Инстаграмнан, Адико 92 деген парақша. Ол кісілер енді 5-6 сұраққа да дұрыс жауап берсе де, біз ол кісілерге кітап сыйлаймыз деп жөн көрдік. Бағлан 777, Роза 79 Инстаграм парақшалар, Әсия Повар деген парақшалар. Бұл кісілерге мен бүгін түстен кейін жаздым, әлі жауап қайтқан жоқ. Мен жекелеріне шығып, біз қас почта арқылы осы кітаптарды сыйлайтын боламыз. Сонымен бірге бізге YouTube арнадан Бекзат кітап ұтып алды. Және де Телеграмнан ары қарай жалғастырамыз. Берік Алдан, Гүлшат Нұрмахан, Диана Қасым, және де Телеграм арнада Дана деп тұр, тегі белгісіз. Біз қазір Телеграмдағы оқырмандарға кешке жазатын боламыз. Арман Құсайынов, Қуаныш Асылбек 4 сұраққа дұрыс жауап берген, сонда да кітап сыйлаймыз. Гүлсім Жамалбекова, және де YouTube арнадан Дарын Құлабайтегі,
Құлабай аға бұл біздің үнемі YouTube арнада пікір қалдырып, біздің жобаны қолдап отырып, осы жолы немереме оқыттым деген сол кісі деп ойлап отырмын. Және мағыналы, кешіріңіздер, мағыналы сөздер арнасы дейді YouTube'дан. Ол кісілерді де біз әлі анықтай алмай жатырмыз. Бірақ сіз кітап ұтып алдыңыз, маған міндетті түрде шығыңыз. Лаура Берік YouTube арнадан және Дина Нұрлыбек. Баршаңызға құтты болсын. Қасиет дұрыс айтасың. Барлықтарыңызды құттықтаймыз. Енді кітаптарды, қадірлі достар, біз Қазпочта арқылы салып жібереміз. Жіберген кезде сіздерге жекелеріңізге өзіміз хабарласамыз, мекен жайларыңызды жазып жібересіздер. Кітапты салған кезде мен тағы да қосымша хабарлайтын боламын. Келесі ақпан айында біздің оқитын кітабымызды айта өтейін. Жарса кітап оқиық онлайн байқауы жалғасады. Мен тағы да пост жазам, бірақ қазір айтып өтейін. Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» кітабын біз бір ай бойы қаңтардың 25-нен бастап оқитын боламыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі тікелей эфирде амандықпен жүздескенше.